Рахмет айтам, алғысым шексіз, 99% адамдар деп айтсам болады. Мынандай парақшама туған күнге байланысты жаңағы 9 түрлі адам, 9 түрлі эмоция, 9 ғаламшардың қандай адамға әсері бар. Сол туралы жазған едім. Көптеген қаралым жинап, комментарий жазып, мынандай пікірлер қалдырған екен. Иә, дұрыс айттыңыз, точно келді. Жаңағыда Алла разы болсын, рахмет деп көптеген жақсы пікірлер жазып жатыр, 99% деп айтсам болады. Енді сіздерге де Алла разы болсын. Бұл нені білдіреді? Бұл осы ғылымның дәлелін білдіреді деп ойлаймын. Енді бұл жерде тек қана шет жағасы ғана айтылған болатын. Бұл ғылым философия, цифрлық психология. Енді цифр деп айтсам, біреулер айтады, цифрға табынып жатсын деп айтады. Бұл енді надандық деп есептеймін. Себебі бұл ілім біздің ата-бабаларымыздың ілімі деп айтады негізі. Себебі біздің ата-бабалардың кезінде сағат, уақыт еш нәрсе болған жоқ. Соның өзінде олар өте даналық болған. Мына ғаламшарға байланысты, ғаламшар, құбылыс, табиғат, мына 18 ғаламмен біз байланыстамыз негізі. Сол жұлдыздармен байланыс құрған ата-бабаларымыз. Енді таңның атысы, кештің батысы, мына намаз уақытын бұлжытпай орындап, құбыланы, жаңағы айдың толуы, тууы, ол нені білдіреді, қандай мағына береді? Соның бәрін білген, және де мына жұлдыздарға қарап жеті қарақшы жаңағы көшпенді қазақтарға жол сілтеп отырған, мезгіл уақыттарын біліп отырған сөйтіп. Атам қазақ айтады дейді ғой, аспанды таныған халық, тарихын таныған халық деп. Енді қазіргі кезде енді сағат бар, уақыт бар, цифр бар, соны ғылыми дәлелденген осының бәрі ғаламшардың адамға қандай тікелей әсері бар екен. Енді бұл ғылым, алып келген ғылым, жаңағы Сүтсай ғылымы деп айтады. Сүтсай деген жаңағы переводында вечный ученик деп айтылады. Мәңгі оқушы дейді, мәңгі оқып білім алу деп, білім алуымыз керек. Енді бұның авторы қазақ, әлемді мойындатқан космобиоэнерготерапевт, оттық цигунмен емдеуші, әлемдегі 9 адамның бірі, жаңағы Жанат Қожамжаров. Ол осы ғылымды 181 мемлекетке дәлелдеп заңдастырған, тіркеп заңдастырып, Бернский конвенциямен қорғалған. Қазір дипломды департамент образования Дубай береді. Бұл білім Дубайда және Стамбулда, Қырғызстанда беріледі. Енді өкінішке орай жаңағы бұл жерде қазақтар аз білім алып жатқан, негізі шетелдіктер өте көп. Олар шетелдіктер дамыған мемлекет болғаннан кейін олар білет өздеріне не керек екенін. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп алыңыздар.